Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біздің ертегіміз қарлығаштың құйрығы неге айыр? Күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жанды мен жансыздарға мынандай арыз айтады. Мені Тәңірім сендердің барлығыңнан кем жаратыпты. Аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмай, жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сендердің бәрің бір бүтін тілдісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздың ішіндегі ең сорлысы мен екенмін. Маған ешқайсың жәрдем еткілерің келмейді. Сен қасіретті көп тарттың, ондайлар әрдайым әділ келеді. Сен барлығымызға патша бола аласың, деп жұбатып қояды. Екі көзін қанды жасын сорғалатқан жылан ағыл-тегіл жылайды. Жанды жансыздың барлығы жыланға аяныш білдіріп, өкпесі орынды көреді. Қарасаң да шықпайтын қара қылды қақ жарған ақ жүрек ақылшымыз болар десіп, өздеріне патша етіп сайлайды. Күндердің күнінде жылан екен бүкіл әлемге патша болып, барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы болар еді. Көзіме көрінген тамақты ішпей, дүниедегі жандылардың ең тәтті қандысын жер едім деп қиялдайды. Дәмін айыра алатындарды шақырады. Қос қанатты делдейтіп, аяқтарын шілтейтіп, шіркей мен тұмсығы едіреген маса патшаның көңілін табам деушілердің барлығы келеді. Патша олардың ішінен шіркей мен масаға жер жүзін аралап, өсімдіктердің дәмін татып, жанды жансыздың қанын сорып қайтыңдар. Тек олар ғана емес, қатты тастың да, жұмсақ топырақтың да дәмін алыңдар. Дүниедегі ең тәтті зат бұдан былай менің тамағым болады. Уақыт кесіп, бүкіл әлемді шарлатуға жібереді. Күн артынан күн өтіп, патшаның кесіп берген мезгілі де жетеді. Шіркейдің әлсіздігінен жел болса шөптің түбіне қашып тығылып, ыңқылдап, әнін әрең салып кешігіп қалады. Ал маса өсімдік пен жандылардың ең тәттісін біліп, патшаға қарай әуелі ұшып, әндетіп келе жатқанда қарлығаш кез болады. Ей маса досым, патшамызға ең тәтті тамақ іздеп кетті деп естіп едік, таптың ба? Маса қарлығашты менсінбей, сұрағына жауап қатпай зулай жөнеледі. Әй, түсіндім, жолың болып іздегеніңді тапқан екесің ғой достым, азаматсың өзің. Сенің ептілігіңде еш нәрседен тайынбайтын бір беткейлігіңді де білемін. Осы қасиетің енді барлық қанаттыларға айта жүретін боламын. Қарлығаш масадан сыр тарта мадақтай жөнеледі. Бұл мақтауға масаның есі шыға мастанып, патшамыздың тамағына кімді тапқанымды білесің бе? Маса досым, мен не білуші едім? Сізден денемнің үлкендігі болмаса ақылым аз емес пе? Сіз патшаның ақылшысыз ғой? Кәне, төрем, айтыңызшы, ардақты патшамыздың тамағына кімді таптыңыз? Деп масаға емірене көзі түседі. Дүниедегі патшамызға лайықты ең тәтті тамақ адамның қаны екен. Адам сияқты ақылды да айлалы жан, домалаған сілімтік жарымжанға жем боп қалама деп қарлығаш бір амал ойлайды. Сенің ақылыңның қысқалығы осы емес пе, маса төрем? Адамның қаны тәтті дегеніңізге сенер-сенбесінді білмей келем. Дүниедегі тәтті қанды тауып, дәмін татқаның тіліңнен алтын мөр түсіп қалады деп шешем көп айтушы еді. Қане тіліңізді шығарыңызшы, мөріңізді көрсетіңізші, деп алтын мөрге көз салғандай, өзі біз үшін бір үлкен медеу ғой, деп айтады. Бұл мадақтауға еңіреген ессіз маса, көрсең көре ғой байқұс, тілін ұсынады. Сонда қарлығаш шап етіп масаның тілін жұлып алады да, сөйлемей алмай, ыз-ыз етіп патшаға, жыланға қарай ұша жөнеледі. Қош тілің жұлынды, аузыңа құм құйылды. Адамның қанының тәттілігін енді қалай түсіндіреді екесің?
деген оймен қарлығаш артынан ұшады. Маса бірдемелерді айтқысы келіп ыз-ыз етіп зар қағады, бірақ еш нәрсе түсіндіре алмайды жыланға. Мұның тілі аузына түсіп қалған ба, немене жынданған ба? Мынаны не деп тұрған түсінгендерің бар ма, деп жылан тұрғандарға қарайды. Өте түсінікті патшам, дейді қарлығаш сонда. Түн көрмесең айтшы, деп тұр. Ызыңдап ұшып жүріп бүкіл әлемді араладым, бірақ неше түрлі өсімдікті өсіріп тұрған топырақтан басқа еш нәрсе таппадым, дейді патшам. Тілі сөйлеуге жарамаса да, құлағы саумаса, мұны естігенде жаны шыға кете жаздайды. Ол ызыңдап келіп қарлығашқа 2-3 рет тиіседі де жыланның алдына барып ағыл-тегіл жылайды. Мұның тіліне бір бәле қылған сен екенсің ғой, деп жылан қарлығашқа атылып кетеді. Қарлығаш ұша жөнеледі. Жылан ұша жөнелген қарлығаштың құйрығын тістеп қана қалады. Жылан содан былай топырақ жағалап, ал маса ызылдап, адам жыланды көрсе басын езетін болады. Ал қарлығаш жыланнан қорқып, адамды дос тұтынып үйдің төбесіне ұя салады.